Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мен осыдан 2 күн бұрын бір эксперимент жасаған. Мына алдарыңызда тұрған сусындар, осы сусындарды мен 18 күні, майдың 18 күні 3 құтыға, мынандай 3 банкеге 3 жұмыртқа салып, үстінен біреуіне горилла құйдым, біреуіне Red Bull құйдым, біреуіне XS құйдым. Енді осы 3 құтыдағы біздің салған жұмыртқаның результатын көрсетейін деп тұрмын. Енді көпшілігіміз ішіп жүрген горилла. Мен көп байқаймын. Қазір жастар, көбінде ерлер, әйелдер, қыздар, балалар көп ішеді. Енді мынаған салған, гориллаға салған ішінде жұмыртқам. Енді түрі қандай болған көрдіңіздер ме? Мынаның сыртындағы, жұмыртқаның сыртында негізі кальций ғой. Сол кальцийді мынау қалай жеп қойған, мынаны жалбыратып жіберген ғой. Көрдіңіздер ме? Қандай? Енді екіншісі мынау Red Bull. Бұл Red Bull'ды да көбінде жол жүрген кезде ішіп жатады. Бағасы да сәл қымбаттау тұрады. Оны мен мына банкеге салғам. Қарасаңыздар, бұл қалай? Бұл даже бір қабат жұмыртқаның қабығын қалай айтсам болады. Жалбыратып жіберген ғой, туборг құсатып, ашып тастаған. Еще плесень қаптаған. Қандай болған? Плесень басып тастаған. Бұның составтары деген ужас қой сонда, көрдіңіздер ме? Мынау XS. Бұл енді NV компаниясы шығарған напитігі. Как ни в чем не бывало. Жұмыртқаның ішінде ешқандай қатты бір әсер байқалмайды. Мына пузыректер шығып тұр. Кішкене пузыректер. Былай жұмыртқа ничего, нормально. Көрдіңіздер ғой, енді қандай напитікті таңдасаңыздар, енді өздеріңіз осыған қарап шешім қабылдайсыздар. Алдарыңызда 2 түрлі напитік тұр. Еще мен Дизи мен көрсетейін дегем. Құдай қаласа келесі жолы Дизиден де көреміз.